Ассалаумағалейкум. Нұрсұлтан YouTube каналына қош келдіңіздер. Және мен оның жүргізушісі Нұрсұлтан Молдабаев. Менің YouTube каналымның басты мақсаты қазақ тілінде әндер шырқау. Ескі және де жаңадан шыққан қазақша әндерді шырқайтын боламын. Бүгінгі видеомда көптеген қазақша әндерді айтатын боламын. Тыңдай отырыңыздар. Жаңадан көріп отырған адамдарды менің YouTube каналыма тіркелуге шақырамын. Сіздердің тіркелгендеріңіз күнделікті видеоларымды көріп, лайк басып, комментарий жазғандарыңыз менің каналымның дамуына көп үлес қосады. Сондықтан қазақ баласын қолдап, менің YouTube каналыма тіркеліңіздерші. Сіздердің бүгінгі тыңдайтын әндеріңіздің ішіндегі ең алғашқысы Қазақстанның халық ақыны Мұхтар Шаханов атамыздың әні елге арнау. Тілім дейді ол күндер, дінім дейді ұрпақ үшін жүрегін, тілім дейді жартастанда япырау үн шығады, ал қазақтан бір жауап білінбейді. Әлі талай дауылдан құбылар күн, сендер жаққан жалынға жылынар мұң. Уағайын тірідей шахид кешіп, ортаңда жүр соңғысы ұлылардың. Мен аулақпын бойымдай сұрағаннан, аярым жоқ расында бұл адамнан. Тіл дінінен айрылып қалама деп, халқымды ойлап бұл әнім жылағаннан, халқымды ойлап бұл әнім жылағаннан. Бостан босқа өткізген күнділгері уағайын осы сен білдің ненін, ұрпағынан намыссыз ұялды ма, көрінбейді ұлылар бұл күндерін. Әлі талай дауылдан құбылар күн, сендер жаққан жалынға жылынар мұң. Уағайын тірідей шахид кешіп, ортаңда жүр соңғысы ұлылардың. Мен аулақпын бойымдай сұрағаннан, аярым жоқ расында бұл адамнан. Тіл дінінен айрылып қалама деп, халқымды ойлап бұл әнім жылағаннан, халқымды ойлап бұл әнім жылағаннан. Ертелі кеш жиналып бірі қалмай, аттаныпты амалы құрығандай, жатыр бәрі өкпелеп қаратардай. Соңғысы жүр ортаңда тыным алмай, әлі талай дауылдан құбылар күн, сендер жаққан жалынға жылынар мұң. Уағайын тірідей шахид кешіп, ортаңда жүр соңғысы ұлылардың. Мен аулақпын бойымдай сұрағаннан, аярым
жоқ расында бұл адамнан, тіл дінінен айрылып қалама деп, халқымды ойлап бұл әнім жылағаннан, халқымды ойлап бұл әнім жылағаннан. Сіздердің тыңдаған әндеріңіз Мұхтар Шаханов атамыздың елге арнау деп аталатын керемет әні. Бұл әнде қазақ тілі жайында, қазақтың діні жайында, қазақ үшін уайымдаған Мұхтар Шаханов атамыздың әні. Менің екінші орындайтын әнім Ақбота Керімбекова мен Наби Аймұратовтың кезінде дуэт ретінде орындаған әні Ақ шағала. Бұл Ақ шағала деп аталатын әннің композиторы, яғни шығарушысы белгісіз. Бұл ән көше әні деген атпен белгілі. Сол Ақ шағала деген әнді мен Нұрсұлтанның орындауында тыңдап көріңіздер. Комментарийге жазыңыздар, мен бүгінгі видеода айтқан әндерім туралы пікірлеріңізді, ойларыңызды мен міндетті түрде жауап беремін. Сонымен Ақ шағала деген ән. Ақ сезім пәк көңілді, жан едім аттамаған, күнәмне тоқтамаған ақ шағала. Түсіме жиенесің, күтуде ақ босаған, шын сүйу жатпасаған ақ шағала. Барарым өзіңе жолғайсаң, жүректі мазалап болмайсаң, бәрібір қолыма қонбайсаң ақ шағала. Барарым өзіңе жолғайсаң, жүректі мазалап болмайсаң, бәрібір қолыма қонбайсаң ақ шағала. Қарамай кеттің бе сен, артыңа қайрылып, қалдың ба айрылып ақ шағала. Өзгемен ұя салып, кетсең де шалға жеткен, сүйгенім айып етпе ақ шағала. Барарым өзіңе жолғайсаң, жүректі мазалап болмайсаң, бәрібір қолыма қонбайсаң ақ шағала. Барарым өзіңе жолғайсаң, жүректі мазалап болмайсаң, бәрібір қолыма қонбайсың ақ шағала. Есіме түскен кезде қинайтын сүйген жанды, орныңда бейнең қалды ақ шағала. Бір тағдыр жетелейді, демеймін қайда мені, сағынсаң ойла мені ақ шағала. Барарым өзіңе жолғайсаң, жүректі мазалап болмайсаң, бәрібір қолыма қонбайсаң ақ шағала. Барарым өзіңе жолғайсаң, жүректі мазалап болмайсаң, бәрібір қолыма қонбайсаң ақ шағала. Бәрібір қолыма қонбайсаң ақ шағала.
мына Қайрат Нұртас ең алғаш сонау 2007, 2008, 2009 жылдары енді әнші болып халыққа енді танымал болып келе жатқан кезде сол ең алғаш болып шығарған әндерінің бірі Ақ еркем. Сол Ақ еркем деген әнді енді көпшіліктеріңіз ұмытып қалған боларсыздар. Еске түсіріп отырыңыздар. Мен орындап берейін сол әнді. Ақ еркем. Басыңа жарасқан алтын бөрің, ақ еркем өзіңді қалдым көріп. Жүрегім жұмсақ деп ойлаушы едім, білмедім не деген дәтің берің. Көтемде мәңгілік атыңды ән қылып сағынған біреу бар, білесің бе? Таңдарды көз ілмей, үмітім үзілмей, жүрегін дегейсің сұрағанға. Кештерде сағынып саламыз ән, достыққа сарай сап санамыздан. Арманым алқызыл әләуләйлім, алыста барады арамыздан. Көтемде мәңгілік атыңды ән қылып сағынған біреу бар, білесің бе? Таңдарда көз ілмей, үмітім үзілмей, жүрегін дегейсің сұрағанға. Әніңмен жанымды еліктірші, сезімнің мирасын кезіктірші. Қалқам-ау егерде мені сүйсең, ат ізін суытпай келіп тұршы. Көтемде мәңгілік атыңды ән қылып сағынған біреу бар, білесің бе? Таңдарда көз ілмей, үмітім үзілмей, жүрегін дегейсің сұрағанға. Көтемде мәңгілік атыңды ән қылып сағынған біреу бар, білесің бе? Таңдарда көз ілмей, үмітім үзілмей, жүрегін дегейсің сұрағанға. Таңдарда көз ілмей, үмітім үзілмей, жүрегін дегейсің сұрағанға. Ақ еркем деп аталатын әннің композиторы Қазақстанға белгілі композитор, ақын Бауыржан Есебаев. Я достар, менің әндерім сіздерге ұнап жатыр ма жалпы? Егер ұнап жатқан болса, комментарийге пікірлеріңізді жазыңыздар, өз ойларыңызды қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Тағы да бір енді кезекте тыңдайтын ән Жанар Айжанованың орындауындағы Достарым деп аталатын ән. Енді Жанар апамыз сияқты керемет қылып орындай алмасам да, енді өзім жан дауысты нақышына келтіріп орындап көрейін. Тыңдай отырыңыздар, Достарым деп аталатын ән. Толтырар бүгін көңілдің отын дос жалын, қатемді төзеп жол тапсам дұрыс достарым. Қиналған шақтан бөлісі жүрек жылуын, жүрдіңдер сендер қолтықтан демеп достарым.
жанымды ұғар басқа кім, жаны бір әуен бастадым, сендерге арнап достарым. Жабыққан сәтте қас қағым, жанымды ұғар басқа кім, жаны бір әуен бастадым, сендерге арнап достарым. Сағыныш толы кеудені кернеп жыр көшкін, достықтың келдім сазын әнмен үн қосқым. Өтермін мына өлшеулі ғанын тірліктен, биіктен сайлап орнын адал шын достың. Жабыққан сәтте қас қағым, жанымды ұғар басқа кім, жаны бір әуен бастадым, сендерге арнап достарым. Жабыққан сәтте қас қағым, жанымды ұғар басқа кім, жаны бір әуен бастадым, сендерге арнап достарым. Десек те қашан баянсыз достан түңілген, қаншама арзан мінезге куә жұмыр жер. Асылдар азба жанында қияр дос үшін, соларға тағдыр өкінбей өтер ғұмыр бер. Жабыққан сәтте қас қағым, жанымды ұғар басқа кім, жаны бір әуен бастадым, сендерге арнап достарым. Жабыққан сәтте қас қағым, жанымды ұғар басқа кім, жаны бір әуен бастадым, сендерге арнап достарым. Сендерге арнап достарым, сендерге арнап достарым. Құрметті менің каналымның тыңдармандары, азды көпті қазақша әндерді айттым. Достар, мен күнделікті айтудан шаршамаймын. Мен каналыма тіркеліп, мен каналымның дамуына көп үлестеріңіз қоссаңыздар екен. Өйткені менің каналым жаңадан ашылған канал. Бұндай жан дауысты ән айтып, ютубта канал ашып, тұрақты түрде жүргізіп жатқан канал қазіргі таңда жоқ деп айтсам болады. Өйткені мен ютубта ақтарып қарап көрсем, жан дауысты айтқан каналдар бар екен, бірақ олар тұрақты емес. Айына бір-ақ мәрте салады, болмаса 2-3 айда бір-ақ мәрте салып қояды. Бұл каналдары дамымай қалған каналдар. Енді мен каналымды дамытып жатырмын, өйткені мен қолдан келгенше 2 күнде бір мәрте видео салып отырмын қазір мен. Өйткені баршамызда жұмыс бар, баршамызда тіршілік бар дегендей, күнделікті ән айтып салып отыруға менде мүмкіндік болмайды. Бірақ мен 2 күнде бір мәрте салып жатырмын видеоны. Мысалы, понедельник күні, қазақшасы понедельниктің дүйсенбі ғой. Дүйсенбі күні видео салатын болсам, егерде мен екінші күні салмаймын да, үшінші күні саламын. Сәрсенбі, сәтті күнде. Сөйтіп сол бір күн тастап салып жатырмын. Солай достар. Өйткені мен күнделікті салуға мүмкіндік болмай жатыр. Өйткені бәріміз мынау өмірде жұмыс бар дегендей мүмкіндігіміз болмай жатыр. Бірақ мен 2 күн бір күн тастап мен салып жатырмын міндетті түрде. Барынша қолымнанша тырысып әндерді. Сондықтан мен еңбек етіп жатқаныма, жан дауысты өлең айтып жатқаныма, сіздер қолдап мен каналыма жазылыңыздар.
менің просмотрымды көбейтіңіздер. Сіздердің просмотрымды көбейткендеріңіз, сіздердің мен каналыма тіркелгендеріңіз мен канал арнамның дамуына үлес қосады. Достар, егер де мен сіздердің араларыңызда, мен қазақтың арасында өйстіп танымал болып кеткен жағдайда 20 мың, 30 мың, 100 мың, 200 мың, пәленбай мың просмотр жинап, сондай подписчик жинап, танымал болып жатқан жағдайда мен міндетті түрде мен сіздердің қолдауларыңызбен мен ән жаздыратын боламын. Арнайы студияға барып, ақындардың авторлық әндер алып, солай қимылдайтын боламын. Достар, өйткені қазіргі таңда қолына микрофон алып, жан дауысы ән айта алмайтындар бар. Мен олардың қасына қарағанда кішкене болсын ыңылдап ән айта аламын, достар. Кішкене болсын ыңылдап ән айта алатын боламын. Өйткені ертеңгі күні мен сіздердің қолдауларыңызбен мен вокалдықтан сабақ алып ән айтатын болсам, әрине каналым мен әнші боламын, ән айтамын. Енді кезекте мынау мен тағы да айтамын, достар. Кешегі видеомда екі адам жазып жіберіпті, Нұрсұлтан деген атыңды өзгертсең, мүмкін подписчиктер көбейетін шығар деп. Достар, мен осы тағы да айта кетейінші, менің намысыма тиіп жатса сіздер. Өйткені намыс деген әр жігітте болады ғой. Мен намыстан кеттім. Өйткені Нұрсұлтан деген ол менің азан шақырып қойған өз есімім. Құжатта мен удостоверениемде, жеке куәлігімде менің есімім Нұрсұлтан деп жазылып тұр. Неге мен атым Нұрсұлтан болып, мен өз каналымның атын Нұрсұлтан деп қойғаным үшін каналымды өзгертуім керекпін. Мүмкін сіздер Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа қарсы болғандықтан солай айтып жатқан шығарсыздар өздеріңіз. Мен былай деп айтайын, достар, менің саясатқа ешқандай қатысым жоқ, мен ондайға араластырмаңыздар. Мен жай ғана ән айтып, блог түсіріп жүрген азаматпын. Сондықтан дұрыс түсініңіздер. Өйткені саясы төмен адам болмаңыздар, өйткені сауатты болыңыздар, өйткені мені араластырмаңыздар ондай нәрсеге. Мен есімім өзім азан шақырып қойған атым Нұрсұлтан. Менің саясатқа ешқандай қатысым жоқ. Мен жай ғана блог түсіріп, блогер болғым келіп жүрген азаматтардың бірімін. Достар, сол жағын дұрыс түсінсеңіздер екен. Бұл екіншіден, тағы да бір адамдар маған жазып жатыр, былай деп айтып жатыр. Досым қоя салсай деп, осы видеоларын аңырап өлең айта бермейсіз дейді. Мен айтайын, досым, былай деп айтайын, аңырап та өлең айта алмайтындар бар. Өтірік студияға барып деп әдемілеп дауысын жазып алып өзі әнші болып жүргендер бар. Солардың қасына қарағанда мен кішкене болсын ыңылдап болсын ән айта аламын. Достар, мені қолдап каналыма жазылып жатқан адамдар, олар ақмақтар емес. Менің каналымды сонымен қатар Өзбекстаннан, Қарақалпақстаннан, Қырғызстаннан, сонымен қатар азды көпті мынау Моңғолияның Баян-Өлгей аймағынан сол жақта қазақтарды көреді екен. Мен оларға да ассалаумағалейкум деп басымды иемін, рахметімді айтамын. Каналыма жазылыңыздар, таратып жіберіңіздер. Әлеуметтік желілер бар ғой, Facebook арқылы, Одноклассник арқылы, ВКонтакте арқылы, WhatsApp арқылы, Instagram арқылы, көптеген әлеуметтік желілер арқылы менің каналымды таратып жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Достар, күнделікті менің каналымды көріп, қолдап жүргендеріңізге сіздерге Алла разы болсын. Бүгіндікке айтқан әндерім осы болсын. Енді күнделікті каналдарын қарап жүріңіздер. Мен жаңадан әндер жиі салып тұрамын. Сіздермен әрқашанда байланыста боламын. Ал сіздермен бірге Нұрсұлтан Молдабаев және мен оның каналы Нұрсұлтан. Аман болыңыздар. Әдеттегідей сөз соңында айтар сөзім, құрметті мұсылман бауырлар, аман болыңыздар.